34-ші сабақ боялған бөліктің ауданын табу есептері. Бірінші есеп, боялған бөліктің ауданын табыңыз деген, мына жерде үш есеп бар екен. Сол үшеуін шығаратын боламыз. Боялған бөліктің ауданын табу керек бізге, яғни мына көкпен боялып тұрған жерде. Сондықтан бұл есепті шығару үшін бірінші мен мына жерін былай толықтырып алайын, иә. Демек, мына төртбұрыштың ауданын тауып алайық бірінші. Төртбұрыштың ұзындығы 16, биіктігі 10, яғни S тең 16-ны 10-ға көбейтетін болсақ 160 болады. Демек, мынаның ауданы 160 болатын еді. Ары қарай кеттік. Енді мына жерге дейін қанша? 6. Демек, мына жерде қанша болады? 4 болады. Себебі мына жақта толығымен қанша болып тұр? 10 болып тұр. Мына жерге дейін 6. Демек, мына қызылдың мына жерінің ұзындығы 6 екен. 4-шедегі 6-мыз 24. Демек, ауданы 24 деген сөз. Мына жердің ауданы 24. Ары қарай мына үшбұрышты міне көк белгіленген үшбұрыштың ауданын табамыз. Үшбұрыштың ауданын табатын болсақ, биіктігі 6, яғни мына жағы 16. 16-ны 6-ға көбейтіп 2-ге бөлеміз. Сол кезде біздегі тікбұрышты үшбұрыштың ауданы шығады. Яғни 16-ны көбейтеміз 6-ға, бөлеміз 2-ге, 48 шығады екен. Демек, мына берілген мына аралықтың толығымен ауданы 48-ге тең. Мына ақтың ауданы табылды, мына жақ толығымен табылды. Енді мына жерді табуымыз керек, иә. Мына 10, 10. 10-да 10. Мына жерде 10 ғой бізде. Демек, 10 мен 10-ды көбейтеміз да 2-ге бөлеміз. 10-ды 10-ға көбейтсек 100, 100-ді 2-ге бөлсек 50. Олай болатын болса, осы аудан, яғни бос жердің аудандарын қосып 160-тан азайтып тастаймыз. Яғни 160-тан азайтамыз. 50-ді азайтамыз. 48-ді азайтамыз. 24-ті. Сол кезде бізге көк жердің ауданы қалады. Демек, 160-тан 50-ді азайтатын болсақ, 160 азайтылған 50 110 қалады. 110-нан азайтамыз 48-ді 62 қалады. 62-ден азайтамыз 24-ті 38 қалады. Олай болатын болса, мына боялған бөліктің ауданы 38 сантиметр квадрат. Жауабы 38 сантиметр квадрат екен. Келесі есеп шығарайық. Жасылмен боялған жердің ауданын табу керек. Жасылмен боялған жердің ауданын таппас бұрын тура жаңағындай былай толықтырып алайық, төртбұрышқа толықтырып алайық. Енді менде қанша бөлік бар? Мынаны толығымен бір бөлік деп есептейік. Мына ақты түгелмен бір бөлік деп есептейік. Боялмаған біреу, екеу, үш жер бар. Ал толық ауданын мен біле аламын. Жартысына дейін, мына жерге дейін 10, одан мына жаққа дейін 8, 18, одан мына жаққа дейін 4, яғни қанша болады? 18, 22 болады, иә. S тең, яғни ұзындығы 28. Енді қараңыз, мыналардың барлығы шаршылар. 10-да 10 шаршы, 8-де 8 шаршы, 4-де 4 шаршы. Демек, ең максималды биіктік қаншаға тең? 10-ға тең. Яғни 22-ні 10-ға көбейтетін болсақ, 220. 220-дан азайтамыз. Өзін астына жазайық. 220-дан азайтамыз. 8-де 2. Себебі бұлайға да 2 сантиметр жетпейді, иә. 8-дегі 2 16. Азайтамыз 16-ны. Азайтамыз. Мына жердің ауданын табайық. Бұлай 4, бұлай 4, бұлай 2 еді ғой. Мына жерге дейін 4. Ал одан ары қарай тағы 2-сі бар. Демек 6. 6 жердегі 4-дің 24. Азайтылған. Тауық қойдың ауданын. Және мына үшбұрыш қалды. Үшбұрыштың биіктігі 10-ға тең, ал ұзындығы 22-ге тең. Яғни 220. Ал тікбұрышты үшбұрыштың ауданы ол төртбұрыштың ауданының жартысына тең, яғни 220-ның жартысы 110-ға тең. Олай болатын болса, 220-дан осы үшеуін азайтамыз. 220 азайтылған 16, азайтылған 24, азайтылған 110. Яғни нәтижесінде 70 қалады. Олай болатын болса, жасылмен боялған жердің ауданы 70 сантиметр квадратқа тең. Жауабы 70 сантиметр квадрат. Келесі есеп. Мына берілген фигураның дәл ортасынан былай бөліп алайық. Демек, мына жақта бір төртбұрыш шығып тұр, мына жақта бір төртбұрыш шығып тұр, иә. Олай болатын болса, мына ақ пен көктің ауданы қандай? Тең. Ақ пен көктің ауданы да тең. Яғни мына жердің ауданы мен мына жердің ауданы тең.
мына ақ пенен мына көктің ауданы да тең. Олай болатын болса, яғни онда мынаның ауданының дәл жартысы боялып тұр деген сөз. Яғни S тең 10 көбейтілген 4 бөлінген 2. 10-ды 4-ке көбейтеміз 40, 40-ты 2-ке бөлеміз 20. Яғни есептің жауабы 20 сантиметр квадрат. Екінші есеп. Оқушы суреттегідей пирамида салды. Жоғарғы қабатта 1 текше, екінші қабатында 4 текше, үшінші қабатында 9 текше және сол сияқты текшенің қыры 1 метрге тең. Сәйкестікті орнатыңыз дейді. Суретте қанша текше бар? Яғни мына жауаптардың бірі сәйкестендіру керек екен. Бірдің жауабы А ма Б ма салыстырып отырамыз. Сәйкестендіріп отырамыз. Суретте қанша текше бар дейді. Яғни мына жақта 9, мына жерде 4, мына жерде 1, яғни 14. Жауабы Аға келеді екен. Екінші. Пирамида 15 қабатты болса, оның құрамында неше текше болатын еді? Қараңыз, мынау бірінші қабатта 1 текше, екінші қабатта 4, үшінші қабатта 9. Демек, 1 деген 1-дің квадраты, 2 деген 2-ның квадраты, 3 деген 3-тің квадраты. Демек, осыдан кейін 4 болады да 4-тің квадраты 16 болады. Яғни келесі қабатта 16 болады. Ал 15-ші қабат болатын болса, яғни ол 15-тің несі квадраты. Ал 15-тің квадраты 225. 225 деген бізде бар. Олай болатын болса, сәйкестендіретін болсақ, бұл Б жауабына сәйкес келеді екен. Келесі тапсырма. 1 текшенің толық бетінің ауданы тап дейді. Яғни 1 текшенің толық бетінің ауданы табу керек. Бұл жерде текшенің қыры 1 метрге тең деп тұр. Демек, 1 бетінің ауданы 1 деген сөз. Олай болатын болса, текшеде барлық қанша бет бар? 6 жағы бар, яғни 6 беті бар, онда ауданы 6-ға тең. Демек, үшінші сұрақ С-ға сәйкес келеді. Ал төртінші сұрақты шығаратын болсаңыздар, ол Д-ға сәйкес келеді. Немесе уже мыналардың барлығы тауып қойды, ол демек сәйкестендіретін болсақ, Д-ға сәйкес келеді. Болмаса шығарсаңыздар да болады. Келесі есеп. Боялған бөліктердің ауданы табыңыз дейді. Яғни 8 де 4. Олай болатын болса, мына шеңбердің радиусы қаншаға тең бізде? Мұндағы пиді 3 деп алыңыз деп айтқан екен. Пидің мәнін, сан мәнін бүтін ретінде алыпты. Радиус 2-ге тең, ал шеңбердің ауданы пи r квадрат. Пи дегенім 3 көбейтілген r. Яғни мынау бізде диаметрмен бірдей, демек r дегеніміз 2-ге тең. 2-нің квадраты тең. 2-нің квадраты 4, 4 жедегі 3 12. Олай болатын болса, мынаның ауданын табатын болсақ, көкпен боялған жердің ауданын табатын болсақ, 8 жедегі 4 32, яғни 32-ден азайтамыз 12-ні. Жауабы 10 қалады. Демек, бірінші есептің жауабы 10-ға тең. Екінші есеп. 4-те 4 боялған фигураның ауданы табу керек. Яғни қайтадан қаншаға тең болады? Ауданы 12-ге тең болады. Ал 4-дегі 4-ің қанша? 16. 16-тан 12-ні алатын болсам, 4 қалады. Демек, екінші есептің жауабы 12, ал мынау 16. 16-тан 12-ні алсақ 4 қалады. Демек, ауданы 4 см квадрат. 10 см квадрат, 4 см квадрат. Келесі есеп. Ақ пен көктің боялуы бірдей екен. Олай болатын болса, 8-дегі 4-іңіз 32, ал 32-нің дәл жартысы 16. Бұл есептің жауабы 16 см квадрат. 8-дегі 4-іміз 32, ал 2-дегі 1-іміз 2. 32-ден 2-ні алатын болсақ, 30 қалады. Демек, мына жердегі есептің жауабы 30. Астында өзінің ұяшықтары бар екен ғой. Мына жерге 10 жазылады, мына жерге 4 жазылады, мына жерге 16 жазылады, мынауың 30. Енді соңғысын табатын боламыз. Толығымен қанша болып тұр бізде? 8 болып тұр. 8-дегі 4-ім 32, яғни 32-ден азайтамын. 3-дегі 4-ім 12, 12-нің жартысы 6-ны. Ал 32-ден 6-ны алатын болсаң, 26 қалады. Демек, мына 4-інші соңғы фигураның ауданы 26 см квадрат. Барлық есепті біз аяқтадық.